Айнұр Асанберді Марсқа ұшыпты десек те тыңламайды. Жоқ, қарасай, бүкіл әлемнен бірақ елді көрмей қалғанда. Бізде жылына 800-ге жуық бүлдіршін, оның үшін ұл да бар, қыз да бар, зорлық зомбылықтың құрбаны болады екен. Жезөкшелер деп қыздарды ғана кінәлайды да. Бірақ сол жезөкшелікке алып барып тұрған кім? Ер азамат, дұрыс па? Екінші рет тұрмысқа шыққан, сол үйдегі жолдасы, жаңа жолдасы қызын зорлаған. Енді қарап тұрсаң, әйелге күйеуге шықпа деп қалай айтамыз? Қариялар үйінде ең көбі ер азаматтар екен. Қараусыз қалатын ер азаматтар. Мысалға, әйел кісілер тіпті бала тумаған күннің өзінде өзінің құрбысының баласымен жақсы араласады. Олар келіп сыйлықтарын әкеп көріп тұрады екен. Тумаған әйелдердің өзі. Ал енді ер адамдар ешқандай іздеусіз. Ашып қалсам, ана жерде енді 5 миллион 500 мың теңге түскен маған. Бір сағаттың ішінде. Мен шошып кеткем ғой. Не ақшам? 5500 теңгеден түсіп жатыр, минут сайын түсіп жатыр. Бір сағаттың ішінде сондай ақша жиналып қалған. Ал, қош келдік, қош көрдік. Біздің подкасттың шайдың қыздарының әңгімесіне. Қалайсыздар қыздар? Ой, тамаша. Сәуір айы басталып, тәуір болып отқан жайымыз бар. Өзіңіз, Гүлзира ханым, Фариза қалыңғай? Жақсы, Аллаға шүкір, көктем келіп, жан-жағымыздың бәрі құлпырып, біз де құлпырып шыға келдік. Өзіңіз қалайсыз, апай? Өзім сәуір айында мен туған күнім ғой. Сол себепті мен қатты қуанатын ай бұл енді. Және көктем айы ерекше ғой. Әрбір қыз келіншектер үшін сондай бір, қалай десем болады, прямо жүрегің ұшып толқып жүретін сәт қой. Ұшып қонып па? Ұшып қонып, сондай керемет ай бұл. Ал көктемде құлпырып, жайнап жүре беріңіздер. Бәріміздің көңіл күйіміз үстем болсын. Осы көктемде жарқыратып тұрып кімді шақырдық деп ойлайсыз? Мен өте жақсы көретін бір жанды шақырдық. Қатты жақсы көрем. Қызымдай, туған сіңлімдей болған біздің Айнұр Асанберді. Айнұр Асанберді ортамызда жайнап жарқырап. Рахмет. Шай ішіп кинодағыдай өмір сүрейік, шай ішіп кинодағыдай бірге күлейік. Ал достар, бүгін біздің студиямыз жарқырап кетті. Ой, рахмет. Біздің шайдың қыздарында, Айнұр, дайын сценарий жоқ. Алдын ала нәрсе жазылмайды. Сұрақ дайындамаймыз. Бермедік, себебі біз өзіміз аузынан авария болмайық қазір. Авария болуым керек болып. Біздің Айнұр саспайды өмірде. Айнұр келеді дегенді естігенде біз қуандық. Себебі Айнұрдың қасына жақындай қалсаң, бір мұңды асып, бір мұңды айтайын, кішкене бір ашылайыншы десек, ештеңе етпейді. Онда тұрған ғой деп. Хит бола берсін осылай. Кез келген нәрсеге позитивпен қарайды. Кейде қайғырып отырсаң, это нормально деп шығады. Сосын деп ойланып қаласың. Негізі мен Айнұрды айтатын едім. Негізі Айнұрды мен өте жақын жақсы көремін да, өзімнің бір сіңлімдей туған, өзімнің бір қызымдай. Өйткені мен ақылды көбіне Айнұрдан сұраймын, шын айтсам ше. Көп жасағаннан осы Айнұрдың бір ауыз сөзімен мен өзгергем ғой. Кезінде бір күні жатырым да жаңағы қайғырып, ананы айтып, мынаны айтып, күйеуімді айтып, баламды айтып, келінімді айтып. Сосын енді көп адамға ашылмайсың ғой, мен бұған ашылам да. Сөйтсем, тыңдап да, айқайлап күлді, тәте дейді да, өзің қайдасың дейді да. Сосын ойлап қойдым, мен қайдамын деймін да. Сол күннен бастап мен өзімді қолға алып шықтым. Өзімнің продукциямды шығарып, қазір сізге берейін тыққан шайым да Зира шайы. Сол Айнұр ханымның сөзінен кейін мен бірден бастап кеттім. Мен тек қана мен де ойламаймын, өйткені қазір подкасттарында күшті. Өзіміз жақсы көргеннен кейін ба жоқ, прямо дұрыс нетесің ба, шешімін дұрыс жасайсың ба, сенің подкастың вообще супер ше. Менің ең таңғалатыным бүкіл әлемді күйеу аралап шықты. Мен ойлаймын, көрмеген жері қалды ма, қалмады ма деп. Өзің айтшы соны. Торғайға бармадың ау десем. Торғайға бармадым. Әлемді да, енді Қазақстанның қай түкпіріне бармаған білмеймін, бірақ әлемнің түкпір-түкпірін жаңағы историясына салып отырды күйеу екеуі. Мен таң қалдым. Ол кез келген әйелдің қолынан келмейді.
соған күйеуін дағдыландырып сол өзінің айтқан бәрін жасады да бұл екінің бірінің қолынан келмейді сондай нәрсені жасады бұл ше қанша қыз келіншектерге үлгі болды. Рахмет. Даже біздің өзімізге үлгі болды жас болса да ше. Енді қай сен әлемге бармай қалдың соны айтшы бізге қызық болсын. Енді біздің көрмегенімізде білмегенімізде көп қой. Антарктидаға барғым келеді, енді сол жақты аралап қайтсам, бірақ енді ол жақта жыл 12 ай қыс ойланып жүрмін, мен негізі өзім жаурағанды жеп көремін. Мен сияқты кез, мен де жеп көремін. Иә, тоңамды жүрмін, күннің ыстығында аяғымда нәски, үстімде жилетка. Айнұр Асанберді Марсқа ұшыпты десек те таңғалмайды. Жоқ, қарасай, бүкіл әлемнен бір-ақ елді көрмей қалғанда, қалған бәрін аралап шықты. Не деген күшті деймін да? Материк. Материк, ел емес. Материк. Иә, Сол сол жер материкке ғана бару қалды. керек енді. Енді Шайыңызды ішейік. айтпақшы шайдан кейін. Отыр қыздар ше. Жақында не бар? Енді Зира бүйтейік шайы та. күштіші. Қазір көптеген шайлардың бәрі краска ғой. Ал мұнда бояғыштар Бұл қосады. жерде- Қонаққа берейік. Ал мынау Иә, 15 түрлі табиғи шөп. Сонымен қатар Айнұр Асанбердінің қоғамдағы рөлінде енді мен журналист ретінде айта өтейін. Ал- Әрине сіздердің құрбыларыңыз, сырластарыңыз, әріптестеріңіз, бірақ Айнұр көпбалалы ана, аяулы жар, одан кейін мына өзінің жасап жүрген проектінің продюсері, әрі жүргізуші, өзі қаншама телеарнада тележүргізуші болып шықтыңыз, иә? Иә. Өзіңіз өзіміздің Қара шаңырақ Казгудың түлегі, Түлегіміз, иә. біздің әріптесіміз, кәсіби маман. Рахмет. Осы шақтарында айта өтейік, көбіне сіздер жаным деп қоясыздар да, қоғамдағы шынымен де салмақты өз рөлін қалыптастырып келе жатқан жан. Рахмет, Аллаға рахмет. Иә, оның барлығын Айнұрдың өзінің оқырмандары бар, өз көрермендері бар, барлығы біледі, бірақ бірі білсе бірі білмес, дұрыс қой, таныстырып өтіп Әрине, жатқаны. әрине. Қоғамда өзінің орны бар, ойып тұрар орны бар. Айнұр Асанберді, қош келдіңіз Рахмет, тағы да. рахмет, Не қош жаңалық келдік. болып жатыр? Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша, сіздер шақырғаннан мына қанат бітіп, құрбыларымды көргім келіп, тәте екеуміз енді жақында Балиде болдық. Сонда да сағынып кетем о тәтені көрмесем. Тәте қайдасыз деп бір жылы сөзін естігім келіп тұрады. Мөлдірді көргім келіп, мөлдірді де біраз болды көрмегеніме. Болды, иә. Сондықтан қуандым. Фариза өзімнің әріптесім. Фариза, сізді күтеміз деген кезде бір рет болмай қалған, енді екінші рет осы жол түсті. Рахмет сіздерге. Керемет көңіл күй, қандай дастархан, арамызда Зира шайы. Бұдан артық не керек? Тамаша, еңбекқор, кәсібін де дөңгелетіп үлгеріп жатыр, подкастын да жүргізіп жатыр. Соңғы уақытта жаңа Гүлзира ханым дұрыс айтып жатыр. Әр саны шыққан сайын бір ерекшелігімен, төселіп өзің еркін. Осы өмірде қандай Айнұр? Подкастында да сондай. Енді мен фактімен сөйлеймін ғой деп просмотрда қаралымы да өте жоғары. Рахмет. Барған сайын көтеріліп Қонақ келеді. таңдағанда қалай ақылдасасыз ба командамен, өзіңіз шешесіз бе? Ең керекті жаңағы қоғамда болып жатқан нәрселердің барлығын қозғап Қонақтар жатыр. өздері сұранады. Ауыр, өте ауыр. Қонақтар өздері сұранады. Шайда бәрі айтылу керек. Бәрі Да? жазады. Мен шақыршы деп айтам ма? Шақыршы деген кезде Жоқ, осы адамды тыңдағымыз келіп тұр. Осындай жағдайым бар деп айтады. Көрермендер жазады. Мен өзім оларға хабарласам, сосын өздері келгісі келгендер келеді. Біз жақында осы Меруерт ханыммен жаздық, Түсіпбаеваменен. Ол кісі де өзінің инстаграмында Айнұр Асанбердіге сұхбат берем. Неге мені қара тізімнен алып тастаған, естисіздер, тыңдайсыздар, сол жерде барлық құпиямды ашам деді. Сол сияқты енді өздері жазады. Сосын бірлесіп шешеміз қай күні түсіреміз, қалай түсіреміз, кездесеміз алдын ала. Подкасттың алдында қобал жуу деген дүние бола ма? Жоқ, керісінше мен өзім ләззат алам, рахаттанам. Адамды сөйлеген кезінде оның айтқан ойлары, әр подкастынан өзіме сабақ алып шығамын. Жаным рахаттанады. Енді оның қандай пайдасы бар деп сұрайды менен көбі. Енді әркім өзінің пайдасын ойлай берсе, онда бұл әлемде пайдалы дүние қалмайды. Сондықтан қыз-келіншектерге пайдалы болса екен, аналарға пайдалы болса екен, өзімнің құрбыларыма пайдалы болса екен деп солай Мен айтайын ба осының жауабын? Өйткені Айтыңызшы. сен жүректерді жұбатасың. Қаншама рахмет. жылап тұрған жүректер, сол үшін саған ұнайды ол. Рахмет. Және Солай сол шығар, иә. кісілер қазір көбіне жарым жандар келіп жүр, иә? Соңғы кездерде әлеуметтік әртүрлі Топтағы топтағы азамат, адамдар келіп азаматшалар. жатыр, иә. Олар да өздері жазады, шықсақ деп. Ішінен таңдап алам. Оқиғасын тыңдаймын, сосын дайындаламыз. Бір жағы қара халықты тәубеге келтіру үшін. Әрине, әрине біз болмайтын дүниені шын айтқанда добрадағы енді
айтқанды жақсы көреміз ғой, ол да дұрыс. Әркім ішінде өзінің мәселесі бар. Мен ешкім біреу сенікі жақсы, ананікі жаман деп айтпаймын, бірақ шынымен мұқтаж адамдар өте көп. Соларды қараған кезде қандай күшті, Құдайға шүкір, 12 мүшем сау, осының өзі байлық екен ғой, қалғанын жасап аламыз ол деген кісілердің де айтары бар. Подкастыңыздың аты айтарым бар, иә? Айнұр Асанбердің подкастына тәубе деп қой керек қой. Тәубеге келдірген. Немесе жүректердің жаңа не деп айттыңыз? Жүрек жылуы деп па? Жүректер жұбатады деймін да. Жұбатқанда күшті. Келесі подкасттың аты дайын. Подкастымның атын ауыстыратын болдым. Идея, пачка болмай. Жүрек жұбату ғой. Күшті ғой. Өзіңізде не жаңалық, немен қуантасыз подкасттан бөлек? Енді ол подкасттағы жалпы сіздің мынау қамқорлығыңыз, ол кісілерге деген назарыңыз, мен ойлаймын, бұл ана жүректен шығып жатыр деп. Тек қана өз балаларыңызға емес, басқа да ел жұрттың балаларын мұң-мұқтажын тыңдап, көмектескіңіз келіп, ол үшін де үлкен жүрек керек, шыны керек. Және де осының барлығын спонсорлық жасайтын өзіңіз екенін де білемін. Әрине. Кейін ол кісілерге көмектесіп жатасыз ба негізі әлеуметтік өмірлерінде? Енді мен бәріне көмектесем деп айтпаймын, қолымнан келгенше. Негізі көмектесетін бір Алла ғой, өз сәтін салып тұрады кейде. Сондай кісілер келген кезде бір сәтін салады. Кейде өзгелер шығады. Мысалы бізде қыздар болды, соған көмектесеміз деп өздері. Негіз біздің қазақтың халқы өте сондай бір жүрегі жұмсақ, кез келген жерде қол ұшын бергісі келіп, құлшынып тұратын ел ғой. Сол халық өздері жәрдем берейік деп жазады. Сондай кезде мен қыздардың жаңағы телефондарын беріп, өздеріңіз хабарласыңыздар, ақылдасыңыздар, қандай көмек бергілеріңіз келеді, мархабат деп байланыстырамын. Қолымнан келгенше әрине өзім де енді оны бұл жерде айтпай ақ қояйын. Қолымнан келгенше өзім де жәрдемдесуге тырысамын. Тамаша. Шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар? Шығармашылықта ешқандай жаңалық жоқ, тек бір жоба жасағым келіп жүр, сол жобаға дайындық. Жаңалық айта қойыңыз. Енді ол жоба сәл ауырлау жоба болайын деп тұр. Бұл дәл қазіргі уақытта біздің Қазақстанда зорлық-зомбылық өте жоғары деңгейде. Менің подкастымнан көріп жүрген шығарсыздар. Бұл подкасттарды түсірген кезде көбі маған жазады. Не үшін көрсетіп отырсың, не үшін айтасың? Өздеріңіз ойлаңыздар, бізде жылына 800-ге жуық бүлдіршін, оның ішінде ұл да бар, қыз да бар, зорлық-зомбылықтың құрбаны болады екен. Бұл күніге, бұл тіркелгені ғана 3 бала зорлық-зомбылыққа тап болады деген сөз. Яғни күніне 3 бала. Күніне. Бұл тіркелгені ғана ресми түрі. Ал көбі айтпайды, жасырады. Сондықтан балаларымызға абай болайық, қыздарымызға абай болайық. Бұл қызды ғана емес, ұлдарда, зорланған ұлдар да өте көп. Дәл қазіргі уақытта біздің Қазақстан ажырасу бойынша да жоғары рейтингке ие. Яғни бұл әкелерге де ой салу. Отбасыларын тастап кетпеңіздер. Сіздің қызыңыз ешкімге бала болмайды. Сіз ертең қызыңызды тастап кеткенменен ол әйеліңіз тұрмысқа шықса, ол жерде сізді не қызыңызды, ұлыңызды не күтіп тұрғанын ешкім білмейді. Көбі ажырасқан кезде балаларын ойламайды бізде. Әркім өзінің жеке басын ойлайды. Ең ауыр бірінші балаға келеді. Әрине. Ауыр психологиялық тұрғыдан. Одан кейін ол өзге отбасына барған кезде. Және қыз баласы, жаңа әйелдер тұрмысқа шыққысы келеді. Олар да бақытты болғысы келеді. Тұрмысқа шыққаннан кейін ол жерде зорлық көрген қыздар өте көп. Яғни өгей әкесінің зорлығы, өгей ағасының зорлығы, сол үйдегі қайын жұрттың зорлығы. Мұның бәрі былайша айтқан кезде жауып тастағанменен ол жоқ болып кеткен жоқ қой. Керісінше күннен күнге өсіп жатыр. Дәл қазір уақытта бізде бір педофилменен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Неге ондай жолға барды? Миында не бар? Миында не бар? Бұл психологиялық ауытқу ма? Әлде ол да сондай зорлық көрді ма? Өйткені ол жайден жай сондай педофилға айналған жоқ қой. Сол бойынша қазір психологтарменен бірігіп осы жоба шығады деген ойдамыз. Сол жобаны жүзеге асырғымыз келіп, соған іске кірістік. Әрине ауыр, бірақ керек. Қоғамға қажетті деп енді мен солай ойлаймын. Негізі бізде өзіміздің қанымызда бар ғой, ұят деген да. Бұл бұрыннан, қай заманнан болып кеткен дүние ғой, негізі зорлау, жаңағы әйелдердің көз жасы деген да, таяқ жеу, соның барлығын ұят деп жасырып келген. Ал енді қазір барлығын ашық шығарғанның өзінде енді түріп өтен ғой, туған әкесіне дейін қыздарды зорлап атқан. Менде бар ғой ондай. Қазір сіз бір 100 әйелдерді, қыздарды жинап алып, өзіңіз жеке әрқайсынан бір психологиялық бір сұрақтар алатын болсаңыз,
барлығының кеудесінде жарасы бар да, жүректерінде жарасы бар. Өйткені барлық адам өте көп адам, 90% адам сол неден өтеді екен, осы сынақтан ше. Енді әрине оның барлығын айтып, жеткізіп, мынау ер азаматтардың құлағына сіңдіріп, өйткені қазір қарап тұрсаң ше, жезөкшелер деп қыздарды ғана кінәлайды да, бірақ сол жезөкшелікке алып барып тұрған кім? Ер азамат, дұрыс па? Соны біз нетпейміз да, ер азаматтардың бәрі, ой, ол бұзылған ғой дейді да, бірақ бұзылдырып тұрған кім? Оның мысалға өзінің қарындасы, әйелі бар мысалға, әпкелері бар мысалға, солардың басында сондай жағдай болса қалай болады? Осыны ойланбайды да. Енді ер азаматтардың сондай бір қасіреттер болмаса, мысалы жасап жатқан әйелдерге, әйелдердің барлығы таза болатын еді ғой. Айналып келгенде еркектердің өзінен шығып тұр осының барлығы. Соны ер азаматтар түсінсе екен, барлық осындай дүниелердің болып жатқаны өздерінің кесірінен. Біз аналар да өзіміздің ұлдарымызға мән беріп қарасақ. Енді негізінен қазақ ұлды басына көтереді ғой баяғыдан. Ол жақсы, әрине, ұл да қыз да жақсы, бірақ жауапкершілікті мойнына ілуден көп ер азаматтарымыз қашады. Дәл қазіргі уақытта менде жақында ғана бір кісі болды сұхбатта. Екінші рет тұрмысқа шыққан, сол үйдегі жолдасы, жаңа жолдасы қызын зорлаған. Енді қарап тұрсаң, әйелге күйеуге шықпа деп қалай айтамыз? Ол да шыққысы келеді, ол да бақытты болғысы келеді. Ал ойламайсың ғой, қасында жүрген ер азаматтар сондайға барады екен. Керісінше қорғайды, маған қорған болады, балаларыма әке болады деген ойменен. Барып тұр ғой енді. Отбасын құрғысы келеді. Бірақ ол жерден де бақыт таппайды, бақыт таппақты сор тауып қайтады, олайша айтқанда. Және бір бала арқалап қайтады. Тағы да сол тағы бір бала. Осы жерде еркектердің жалпы қазіргі рөлі өкінішке орай өте төмен түсіп бара жатыр. Еркектер өкінішке орай, білмеймін енді, қазір сондай уақыт шығар, барлығы уақытша ғой, шын айтқанда. Әйелдерге зорлық-зомбылық көрсетіп жатқанда еркектер, педофил болып ұсталып жатқанда еркектер, баланы ұрлап жатқанда еркектер, өкінішке орай бұл еркектер бізді қорғаудың орнына біз үшін ең қауіпті, қатерлі тұлғаларға айналып бара жатыр. Ал бірақ еркектерді айналып келгенде тәрбиелейтін әйелдер. Бір-бірімізбен байланысымыз бар да. Енді бірақ осы жерде бір статистика айтып кеткім келіп отыр. Мысалға, өмірдің соңында айналып келіп бәріміз өлімге, қартаюға, қариялыққа келеміз ғой. Сол кездегі дом престарелых деп жатады, қариялар үйінде ең көбі ер азаматтар екен. Қараусыз қалатын ер азаматтар. Мысалға, әйел кісілер тіпті бала тумаған күннің өзінде өзінің құрбысының баласымен жақсы араласады, олар кеп сыйлықтарын әкеп көріп тұрады екен. Тумаған әйелдердің өзі. Ал енді ер адамдар ешқандай іздеусіз. Өйткені жас кезінде баласына қадірі болмады, әйелін сыйламады, туысқандармен жақсы қарым-қатынас орната білмеді. Сондықтан да өкінішке орай осыны мен әдейі тілге тиек айтып отырмын, ер кісілерге бұл бір жағынан құлақ қағыс болсын деп. Ертең барымыз қартаямыз, бұл өмір бүйтіп тұра бермейді. Сол кезде егер отбасының ортасында сыйлы абыройлы еркек боламын десеңіздер, бүгін әрекетті бастау керек. Шын мәнінде мен Айнұр Асанбердінің осы тақырыпты қозғап отқанына өз басым риза отырмын. Подкасттар шындықты айтады. Оларға шектеу жоқ. Сен подкастың осылай айтылды, сен мемлекеттік тұрғыда біз сенің подкастын жабамыз деп ешкім келе алмайды. Журналистер толық құқы бар. Бұл тақырыпты сендер қозғамағанды кім қозғайды деймін да. Жаңа айтып отырсыз ғой, Фариза, қазіргі уақытта деп, бұл бұрынғы уақытта да болған. Баяғыдан бар. Бірақ барлығы жабылып қоя берді, жабылған қазаның қалпында қалады. Өйткені туған туыстары сол зорлық көрсеткен адамды қорғайды. Және де көз жұма салады. Көз жұмады, және тіпті сотта дәлелденсе де кешіре салыңдар деп айтады. Кешіріңдер. Өлген жоқ қой деп айтады. Өлген жоқ қой. Кешіру керек, айтпаңдар, жасырыңдар деген осындай ауруын жасырған өледі шындығын. Ал өмір бойы әйел мен қызға, балаға кәдімгідей қорқытып, оларды үркітіп осындай әрекеттер жасайды. Бұндай бағдарламалар өте керек біздің қоғамға. Осы тұрғыда айтып кетейік, мысалға жаңағы баланы ойлайды, ол кішкентай кезінде есі болмауы мүмкін деген секілді. Бірақ енді ол бала санада сақталады ол. Және де ДНК-да сақталады деген тағысы бар. Мысалға тіпті өзіңде бір қорқыныш болса, балаңда болуы мүмкін, балаңның баласына да өтуі мүмкін ол қорқыныш. Сондықтан да сен бір тағдырды емес, бір ұрпақты емес, бірнеше ұрпақты мысалға оларға зәбір көрсетумен бірдей.
Енді осы тақырыпты соңына апарайық. Айнұр, сен өзің журналист ретінде, қоғам белсендісі ретінде осындай дүниеге мәжбүрлеп алып келген басты себепкер адамға қандай заң жүзінде шаралар қолданады? Сен толықтай көңілің тола ма соған? Педофилдарға ма? Иә. Әрқайсысы әрқалай жаза арқалайды. Біріншіден, дәл қазіргі уақытта бізде ол салдарымен емес, себебін анықтауымыз керек. Неге ол педофил болды? Неге ол зорлайды? Неге сол қадамға барды? Яғни ол отбасында, егер түбін қазатын болсақ, психологиялық тұрғыдан өзі де зорлық көрген. Мысалы, Гитлер өзінен өзі фашист болып кеткен жоқ қой. Гитлер сол фашизмге дейін үйінде қаншама зорлық көрген. Яғни балаға біз ойлаймыз ғой, мен ұра салам, соға салам, бұрышқа тұрғызып қоям, қараңғы бөлмеге қамап қоям, ол бала тәрбиелі болады деп, жоқ, ол керісінше сондай жарақатыменен шығып, ертең тура сол зорлықты өзге біреуге жасайды. Сондықтан мұның салдарында әрине дәл қазір уақытта заң өте қатал, 25 жылға, кейбіреулер өмір бақиына кеткендер бар. Тіпті енді олар түрмеге түскеннен кейін де жағдайлары аса мәз бола қоймайды. Сондықтан бұл жерде заң тұрғысынан оларды әрине жазалап жатыр. Бірақ неге шығып, неге осындай болды? Осы себебі неде? Не түрткі болды? Біздің қоғам балаларға неге кішкентайынан сондай зорлық көрсетеді, психикасына сондай ауыр салмақ түсіреді. Осы жайында көбірек сөйлесек дейміз. Өйткені ертең біз сол педофилді түсірген кезде біз соны білгіміз келеді. Гүлсер ханым, егер сіз сол жерде сот орындаушысы болсаңыз, қандай заң қолданар едіңіз? Қандай шара қолданар едіңіз? Негізі Айнұрдың айтып тұрғанына келсем, оның барлығы жайдан жай емес, өмірден көргеніне орай болады деп тұр ғой. Мысалға сіз бір итті байлап қойыңыз да, сөйтіңіз да күнде соны таяқпен шұқи беріңіз. Жуас итің қандай болады? Ызақор болады, дұрыс па? Солай ызақор болып тәрбиеленеді да, ол бала кезінен қандай тәрбие алып жатыр, соның барлығының септігінен деп ойлаймын. Енді сот болатын болсаң деп жатсың ғой. Енді әрине ол оңай жаза болмас еді. Өте ауыр жаза, өйткені біреудің көз жасы, біреудің өмірін барлығын құртып тұр ше. Ол мысалға әр баланың өміріндегі қорқыныш ертең ол ұрпағына беріледі да. Ол жайдан жай кетіп қалмайды. Ұрпағы жаңағы сол зардап шегеді. Өйткені әжесінің басында болған нәрсе, атасының басында болған нәрсе кейін ұрпағына таралатын, ол айдан анық ше. Оны көп адам түсінбейді негізі. Сонымен кетіп қалады деп ойлайды да. Ол кетпейді ол ешқайда. Сол себепті мен ойлаймын, соның барлығын жайдан жай осылай жасады, осылай біреуді ұрып қойды, біреуді зорлап қойды деп қамай салмай, соны түпкілікті тексеріп, барлығын төңкеріп ақтыратын сонда бізде адвокаттар болса, және емдейтін емдеп, мысалға өзінің жазасын соған қарап уақытын белгілейтін болса жақсы. Иә, мысалы 25 жылға жақында менде подкастта болды, өзі әкесі зорлаған. Туған әкесі қызын зорлаған, әкесі 25 жылға сотталған. Қыз ол кезде 6 жаста болған. Енді қазір қыз 6 жаста болған кезде 3 жылдай сот процесі жүреді, 25 жылға сотталады, ол 10-ға келеді. Қазір қыз енді 35-ке келді, әкесі түрмеден шыққалы жүр. Қыз не дейді өзі? Өте сондай бір қорқып тұр да, подкастқа келгенде айтады, иә, шығады. 25 жыл. 25 жыл. Емес, өлім жазасы емес. Кастрация ол 2 жылға жетеді. Енді мені кешір деп әкесі жаз жіберіпті. Ол бала 6 жасында зорлық көрген бала әрине әкесін кешіре алмайды. Ол сондай дірілдеп, қорқып, не істерін білмей, әрі қарай өмірін қалай жалғарын білмей, сондай бір күйге түсіп тұр. Қарап тұрсаң, оғанда арнайы орталықтар бар. Ләззат ханым Ракышева өте көп жұмыс істейді бұл қыздарменен. Сол кісінің айтуы бойынша дәл қазір уақытта ол қызға психологиялық көмек беріліп, жан-жақты дайындықтар жүргізілуде. Ал бірақ ол орталық аз ғана топпен жұмыс істейді. Өйткені олардың шамасы жетпейді. Ал біздер шын айтқан кезде түсінбейміз, неге болды, не үшін шықты. Бірақ
әрине біз өзімізді тәрбиелеген адамдармыз, балаларымызға басқаша қарап жүрген шығармыз да, бірақ қаншама отбасы көріп жүрсіздер, анасы ұрып тастайды, әкесі ұрып тастайды балаларды, балабақшада ұрады, оның барлығы ертең сол зорлықшылардың өсуіне, өнуіне септігімізді тигізіп жүрміз. Қыз баланың анасы бар өмірде, Анасы қайтыс болып кеткен. Қайтыс болған. Анасы қайтыс болып кеткен. Тұрмыста әкесі болған сол үйге келеді бірақ, Жоқ, әкесі келмейді ғой, бірақ шығатынның өзі оны қорқытып тұр. Әрине, өмірде жүреді ғой. Жаңа тұрмыста болған, сәтсіз болған, Иә, тұрмыста болған, сәтсіз болған екі баласы. Ол да бекер емес қой, яғни. Әрине, Салдары ғой. салдары, бәрі. Былайша айтқанда, оның екі баласы да қазір, шын айтқан кезде, осындай психологиялық қорқынышта өмір сүруде. Ол оның соңы былай бітпейтін бір тізбекке кетіп жатыр. Әрине, мен мұның бәрін тоқтата алмаймын, бірақ бірде-бір адамға болса, ең болмаса бір қауіпсіздік беру, қыздарымызға, ұлдарымызға мейірімдірек болайық, ұрмайық, соқпайық, менің айтқым келетін осы. Сол шығармашылық жолындағы жаңа жоба сондай болмақшы. Жалпы енді өзің осындай тақырыпты қозғағаннан кейін, дәл қазір мысалы көріп отыр ғой, қыз-келіншектер, өзіміздің соңымыздан ерген сіңілдеріміз, бала тәрбиесіне келгенде не істеу керек, кішкене ақыл кеңесіңді беріп жүрсең? Мейірімді болайықшы, барынша мейірімді болу. Дәл қазіргі уақытта әрине ешкім өзін мейірімсізбін деп айтпайды ғой. Бірақ біз ересектер балаларға келген кезде олар ештеңе түсінбейді деп ойлаймыз. Мысалы, үйдегі ұрыс керіс, жанжал, отбасы болған екен ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды деп білгеніміз істейміз. Баланың көзінше бір-бірімізге тіпті жақында бір оқиғаны оқыдым, пышақ лақтыратындар бар екен бір-біріне. Ондай отбасыдан шыққан бала ертең міндетті түрде, мысалы бізде психологияда түсіндіреді, сен қанша жерден түп санаңды тазаласаң да, мынау бала егер әке-шешесі төбелесіп жатады, сондай кезде бала тығылып отырады ғой. Бір мынандай қолда тұрған шыны жерге түсіп жарылған болса, ол өмір бақи түп санасында қалады. Ол осы әрбір шыны құлаған сайын ана балаға ол қорқыныш сезімін ұялатады, және ол өзінен өзің ашуланып кетесің ғой, кейде адамдар өздері түсінбейді, неге мен ашуланып тұрмын деп, осындай болмашы дүние сияқты оның бәрі. Бірақ оның бәрі біздің түп санамызға бала кезден жазыла береді. Сондықтан мен ата-аналарға айтар едім, бала ештеңе түсінбейді деп ойламаңыздар. Ол кішкентай болса да, жаңағындай бір сынған ыдыстың сылдыры оның миында өмір бақи сақталатындығына, ол содан қорқатын болады. Ол оны ашуландыратын болады, оны агрессияға келетін болады. Сондықтан барынша отбасы болғаннан кейін балаға тәрбиені емес, екі жұп бір-біріне беру керек, бір-бірінің сыйластығына, әңгімесіне. Ол бала жай ғана біздің бергенімізді сіңіреді ғой, болды. Ол бір таза парақ, соған параққа біз жазамыз. Қалай жазамыз, оны күнде отырғызып қойып, сен андай бол деп жазбаймыз ғой. Яғни біздің тіпті кейде ұрыстың өзі, конфликттің өзі деструктивті түрде өте сондай сапалы жүру керек. Ұрыспаңыздар демеймін, отбасы болған екен ұрыс керіс болады, бірақ ол... баланы көбісі қалай тәрбиелеу керек деп айтып жатады да. Енді мен бір-ақ сөзбен айтамын деп айттым ғой кеше, жаңағы балаңды аясаң аяма деп та. Сонда да болса, жаңағы баланы ұр, соқ, тіптен кеңірдегін жыртылғанша айқайла, бірақ ол санасында жоқ бола болатын болса, ол сен қандай азаптаған менде ол өзгеріп кетпейді. Қайта одан хуже болмаса. Сол себепті қазақ айтқан бала берсең сана бер. Ал сананы жасайтын сана болмаса ала бер деп сананы жасайтын ана десе. Жоқ, ана ғана емес. Негізінен біз бұрыннан анаға жүктей береміз да әйелдерге. Оның үстінше еркектер бүйтеді ғой. Жаңа Айнұр баласы бір дұрыс нәрсе істемесе, шешесіне қарайды. Жоқ, жаңа сенің тәрбиең. Сен енді әп-әдемі бала туып бердің, өзіне ұқсатып бердің. Ер бала болғасын арғы бол тәрбиелеу керек қой. Бірақ бәрібір де анасынан кінә іздей береді да. Жаңа басталмай жатып Айнұрдың өзі сөзден қателесті. Жаңа еркектер дегенде сол еркек тәрбиелейтін ана дедің. Ана емес, ата-ана. Ата-ана. Тағы да әйелдерге жүктеп қойып жатырмыз да өзіміз. Көрермен сұрағы бар екен. Тамаша. Бір мәселенің басын қайырып тастадық. Бір-екі мәселе кетті. Шай ішіп кинодағыдай, өмір сүрейік, шай ішіп кинодағыдай, бірге күлейік. Ал енді мына көрермендердің сұрағын оқып жүрейін. Бізге қазір сұрақ туып жатыр. Қайырлы күн, шайдың қыздарының жүргізушілері. Сәуір келіп тәуір болып жатыр. Қарағанды қаласынан Айгүл апайларың.
Айнұр Асанберді бұрындары жасыл әмиян, нәскима сатып, біз білмейтін ақшалы болу жолдарын көрсетіп жүретін дейді. Қазір солардан бас тарттым ма екен. Өз басым оны үлкен қателік деп ойлаймын. Тек еңбек ғана адамды байытпай ма? Қалай ойлайсыздар деп сұрақ қойған екен. Осыған Айнұркам не деп жауап бересің? Бір уақытта әлеуметтік желіні Ой, жаулап менің алған қызыл әмияным кәдімгі хит болды ғой. әр уақыттың Қызылды өзінің жасыл деп жібердік қой. Негізінен енді бас тартты, бас тартпады емес, ол сол кезде керек болған дүние. уақыт талап етеді. Неге? Өйткені біздің қазақ қоғамына позитив керек болды. Біздің қазақтар әрдайым айтамыз, еңбек түбі жаңағы береке, еңбектенсең ақша табасың деп. Дұрыс қой? Бірақ мен әрдайым айтамын, қара жұмыспенен сен баймайсың. Ол ақиқат. Бізде көбіне тәрбиелеген кезде де балаларға ақша табу қиын. Осылай тәрбиелейді. Иә. Оқымасаң ертең сантехник боласың, аула сыпырушысы боласың. Бізге қайдан болсын деп. Иә, әйтпесе біз өзімізді жаңағы балаларымызға келген кезде өзіміз қандай қиыншылықтан өттік, соның бәрін баламыздың санасына сіңіргіміз келеді. Бірақ әлем өзгеріп жатыр ғой. Дәл қазіргі уақытта мен айтар едім, қара жұмыспенен байымаймыз. Әрине, бұл қара жұмыс деген жаман деген сөз емес. Әрине, әрбір еңбектен жүрген адамның еңбегіне мен сыймен, құрметпен қараймын. Бірақ позитивті ойлау деген бар. Неге сенесің, сол болады. Бұл психологияда дәлелденген дүние. Егер сенің миыңа күнделікті мен сорлымын, менің қолымнан ештеңе келмейді, мен ештеңе істей алмаймын десең, сол сорлы боласың, басқа түкте жоқ. Ал егер біздің қазақ керемет айтады да, бұны жақсы сөз жарым ырыс дейді, балаға біздер еш уақыт айтпаймыз, сен бай боласың, миллионер боласың деп. Біз балаға не дейміз? Тұлға болуды үйретеміз, иә? Би болады менің балам, әкім болады, менің балам бастық болады, менің балам ертең ел басқарады деп. Яғни соның артында ырықсыз эффектпенен байлық келеді, ақша келеді. Сондықтан иә, қазақ қоғамына дәл сол кезде 2018 жылдары мен осы нумерология, фэн-шуй, яғни мұның бар энергиямен жұмыс істеу туралы бірінші болып шығып айттым. Және осындай дүниелер бар. Сеніп, егер жасайтын болсаңыздар, сіздердің өмірлеріңізде де өзгеріс болады деп. Өйткені шындығында бұл әлем энергиядан тұрады. Түрлі жиіліктерден тұрады. Қай жиілікте өмір сүруді, мынау радионы таңдаймыз ғой біз. Сол радионы таңдаған сияқты таңдауға болады. Бірақ мен ол амендар шын айтайын сондай бір хит болып кетеді деп ойлаған жоқпын. Біріншіден, енді осы инстаграмға келген кезімнің өзі қызық қой менің. Келген кезде осы нәрсені айтып бастадым. Бір амиян сатып, содан бір көп ақша табайын деген ойым болған жоқ. Мен осы өзімнің кәсібімді ашқан кезде, әйелдер клубын ашқан кезде, күнде жаңағы жұмыстағы кітап болсын, қасық болсын, бәрі жоғалып кетеді. Біреу бірдеңе міндетті түрде алып кетеді. Мен оны білмеймін ғой енді. Қайда кеткен, не вилка жоқ, не қасық жоқ, не жаңағы. Біздің жерде қасық көп жоғалады. Енді мен оны бір өзімді өзгеден жоғары қойып айтып отқан жоқпын, бірақ сол факт. Сосын менен күнде сұрайды, маған бірдеңе беріңізші, мен не бере беремін күнде? Енді маған миллион адам келеді. Содан бір күн ой келеді ғой маған. Осы мен бірдеңе шығарып қойайыншы. Мен өзім шын айтқанда өте қатты фэн-шуйға сендім, нумерологияға сендім. Ол мені кәдімгідей үлкен тығырықтан алып шыққан ілімдер болды. Қазір де сенесіз ба? Қазір оған келеміз. Тығырықтан алып шыққан ілімдер болды. Сол кезде сол энергияны пайдалану арқылы мен өзімнің өміріме үлкен өзгеріс алып келдім. Сонымен бөлістім. Наталья Правдина болды ғой. Сол Мәскеуге барам, соның қызылы амиян сатып алам, жаңағы жылда барып сатып алам. Жылда барам, тыңдаймын, энергияны ұққым келді, бұл не бұл, қалай өзгеріске ұшырауға болады деген сияқты өзімнің ойымда жаңағы күрестер жүрді. Содан мен сол туралы айтам, амиянды шығарам, 100-ақ штук қып шығарам. Мен ойлаған жоқпын ондай, мен бәрі амиян алады екен деп. Өте көп, мен оны айта алмаймын. Бір күнде сен танисың ғой Айнұрды. Жеткізе алмаймын. Содан 100 амиян шығарамын. Қаншадан саттыңыз? 5500 теңгеден. 100 амиян шығарамын. Шығарамдағыны
тапсырыс беремін, әлі шығарған жоқпын, жай ғана тапсырыс беремін, сөйтіп ойлаймын, тапсырыс беремін, ақшамды төлеп қоям. Ол кезде бір шығарушы еді ғой, жігіттер өздері тіген, әлі күнге дейін оларменен байланысым бар. Сөйтіп шығарып Астанаға ұшып кетем. Астанаға ұшып кетіп баратым, ол жерде фитнес ашып жатқанбыз. Біз енді кәсіпке алға ашып, қадам басып, жақсы кәсіптен ақша тауып жатқан кездеріміз ғой. Күйеуіміз екеуміз Астанаға ұшып кетеміз, жаңадан ашылатын клубымызға. Кетіп бара жатып, жай ғана пост салам. Қыздар, мен осылай Амиан шығардым. Егер Айнұр Асанбердінің Амиан алуларыңыз келсе, деп Каспиімді жазып қоям. Каспидің де алға шыққан кездері ғой, 2018 жылдар. Сол кезде ғой Тонус Бьютидің ашылуы болды. Иә, сіз ашылуында болдыңыз. Мен ұйымдастырдым, Фариза. Содан Астанаға ұшып кетем ғой. 1 сағаттан кейін Астанадан түсем, 1,5 сағат ұшамыз ғой. Ашып қалсам, ана жерде енді 5 миллион 500 мың теңге түскен маған. 1 сағаттың ішінде. Мен шошып кеткем ғой. Не ақшам? 5500 теңгеден түсіп жатыр, минут сайын түсіп жатыр. 1 сағаттың ішінде сондай ақша жиналып қалған. Мен қорқып кетіп Каспиім жауып тастаймын ғой. Түрім бұзылып кеткен. Үндемей отырмын, қасында күйеуім. Жолдасым айтады, не болды деп. Айта алмаймын ананы ше, енді ол маған ұрыспайды, негізі жолдасым әрдайым қолдайды. Айтайын десем, өзім ұялып тұрмын. Істеген ісімнен ұялып тұрмын. Бір ана жаман нәрсе жасап тұрған сияқты ше. Өйткені ондай жоспарым болған жоқ қой. Содан бірден Каспиім жауып тастаймын дағыны күтем. Бір уақытта тамақ ішуге бардық кешке қарай. Жұмыстан болмай звондап жатыр бәрі. Айнұр ханым, не істейміз деп. Мен айтып, тоқтай тұрыңдар, кошелек жоқ қой менде. Мен оны тапсырыс берген жоқпын, 100 штук. Ана жерге 1000 штуктан асып бара жатыр. Содан бір уақытта тоқтадым дағыны, мен күйеуіме айттым, не болды саған деп, мен түрім болмай тұр ғой, енді ана уайым бетіме шығып тұрған. Осай жасап едім десем, күйеуім менің енді кәсіпкер емес па? Оның несі бар? Сен оны сатып берейін деп тұрсың ғой. Ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Аштағына арғай жүргізе бер деді. Содан бір күннің ішінде білесіздер ма, 20 мыңға тапсырыс алдық. 11 миллионға ма? Иә. Сонымен бірден сатудың королевасы халықтың арқасында. Әрине. Шүкір. Бірақ мен сол оқырманымды тірнектеп жинадым. Күнде таңертең 5-те магия отыра оқығандарыңыз бар шығар. Сол бойынша таңертең 5-те тұрамын, сол өзеннің бойында жүремін, күнде дұға айтамын. Бір адам болса да, 2 адам болса да күнделікті үйретіп, осылай жасаңызшы, былай жүріңізші, қайғырмаңызшы, мұңаймаңызшы, не үшін жылайсыз? Жыламаңыз, тұрыңыз орныңыздан. Жылайтын түк те жоқ, қаласаңыз бәрі болады. Осылай күнделікті әрбір қызбен жұмыс істедім. Неге сенім бар дейді, әлі де енді Құдайға шүкір, жарнама салсақ бірден өтеді, иә. Неге сенім бар дегенде айтам, мен күніге қанша қыз жазса, сонша қызға жауап бергем. Бір қызық жағдай болған, таңғы 3-терде ма оянып кетем, Инстаграмды ашып қалсам, енді бір қыз жазып жатыр, мені күйеуім ұрып үйден қуып жіберді дейді. Балалармен қайда барарымды білмеймін. Қай қаладасыз? Мен қазір Шымкенттемін. Мен айтам, сіздерде әлеуметтік орталық бар ма? Жоқ, ондайды білмеймін. Сіз вокзалға барыңыз деймін. Балам екеумді ұрып қуып жіберді дейді. Сіз вокзалға барыңыз деймін. Содан айтады, мен өле салам, мен өлем деп жаңа қыз маған жазып жатыр. Мен телефон берем, ол маған хабарласады. Сөйтіп екеуміз сөйлесеміз. Түнімен ұйықтаған жоқпын, шын айтқан. Таңға дейін ұйықтаған жоқпын. Уайымдадым. Вокзалға бар дедім енді. Сөйтіп айттым, мен саған ақша салып жүрейін енді. Қолымнан не келеді енді мен? Гостиницаға барсың, гостиницаға барсам, мен әке-шешем өлтіреді, гостиницаға бардың дейді. Қонақ үйге бармайын дейді. Енді неге бармайды? Қорқады. Осындай әйелдермен мен күнделікті жұмыс істедім. Қайтып келген Екі сенікі, сүйегі біздікі деген сандық қой баяғы. Шірген жұмыртқасын келсең дегенсіздер ғой енді олар. Содан не істерімді білмей, жаңа қызға не дерімді білмей, әйтеуір 11-де ма жоқ болып кетті. Телефон алмайды, мен ойландым енді ұйықтап қалған шығар деп. Баласы қолында, қанша айлық екен есімде жоқ, бірақ емізулі бала. Енді сұрынан сұр жоқ бәрін, бет аузын бәрін қанатып, ұрып, жолдасы сондай енді өте қатты ұрған. Неліктен ұрды десе, сол білмеймін, есімде қалмапты. Неге ұрғанын, бір болмашы дүниеге де ұрады екен ғой. Солай болды да, не істерімді білмей, таңертең өзімде ұйықтадым, 11-лерде жоқ болып кетті. Күні бойы уайымдадым. Телефон соғам, жауап бермеді. 3 күн өтті. Шын айтам, анау маған кәдімгі ауыр болды. 3 күн нағыз өліп қалмады ма деп уайымдадым. Содан 3 күннен кейін шығып тұр ғой,
бәрі дұрыс, күйеуіммен достастым. Қайда, Менен жоқ кешірім болып кеткен? сұрады. Бірақ сол қыз содан кейін бәрібір ажырасып кетті. Оның ажырасуына мен себепші болған жоқпын, бірақ мен әрдайым өзімнің әрбір эфирімде қыздарға айттым. Ұрып соғатын жерден кетіңдер, қыздар. Өйткені ертең бір жерден болмайтын жерден ұрып қойып өлтіріп қойса, балаларыңызға кім қарайды? Ең болса шешестер болсын. Ұратын жерден кетіңдер деп айтатынмын. Ол енді бірінші рет ұрмаған және соңғы рет ұрмаған болып тұр ғой. Бірақ сондай да кезеңдерден өттім да, сондықтан мен әрбір оқырманды солай жинағам деймін да. Әрқайсысына консультация беріп, әрқайсысымен сөйлесіп, әрқайсының көз жасын сүртіп, осылай ақырындап бір-біртіндеп жинағам. Сондықтан менің оқырмандарым ерекше, өзгеше, мен басқаша жақсы көреді. Мен білетін Айнұр өмірі оқып, ізденіп, жаңа курстан курсқа барып жүреді, Сен сол курстарға баруға бір нәрсе себеп болды ма? Әлде өз-өзіңнен бұрыннан сондай ізденіп Осы қызыл әмиян әсер етті ғой. Қызыл әмиян Айнұр қандай болды? Оған дейін де оқыдым ғой, бірақ психологияны нақты терең оқуыма, жаңа сөзімді аяқтамадым. Осы қызыл әмияндардан басталған осындай дүниелер менің ары қарай білім алуыма, академиялық білім алуыма әсер етті. Өйткені мен тек қана жалаң нумерология менен, тек қана фэн шуй менен мен өзгенің психологиясын өзгерте алмайтынымды түсіндім. Ол білімдер аз екенін түсіндім. Позитивті психология жай ғана бетперде екенін түсіндім. Оның тереңде жатқан дүниелер бар екенін ұқтым. Жоқ, бұл ше анау бол мен бәрін оқып бітірдім емес, бәрібір де сен жаңартасың ғой. Магистратураны жақында бітірдім. Экзистенциальный психология бойынша магистрлық оқы және оқы тәмамдадым. Негізінен оқымайтын болсақ, біз альцгеймер боламыз. Сондықтан оқу керек. Ерте қартаймаудың жолын іздеу керек. Сол 2018-дер-ау осы бір уақытта дүмпу болды бізде. Айнұр Асанберді, Құралай, Мақпал Қаратай, Нұргүл Даубаева, Гүлбаршын Заирова, Айнұр Тұрсынбаева, тағым мен білмейтіндер тағы толып кеттіңдер ғой, бит кеттіңдер ғой. Өздері бір орта. Суаға тас қалады дейді ғой негізі. Халықтың өзін таңдауы болады. Сол кімді тыңдайды, солар қалады да, қалғандары. Бірақ тыңдағандар жаман болмады. Өсті қыз келіншектер. Ол да кезінде керек болды ғой, әлі де керек. Бірақ сол қыздардың бәрі қазір оқыды, білімін алды, жетілдірді. Сол жылаған қыз келіншектер, өмірінде мәселесі болған, проблемасы болған қыз келіншектер бізді өсірді. Біз оларға көмектестік та, осылайша біз бір-бірімізді өсірдік. Өйткені кейбір сұрақтарға жауабымыз жоқ болып қалады ғой. Оқисың сол үшін. Сол үшін оқыдық. Шын айтан, солай нумерология менен фэн шуй мені академиялық білім алуға алып келді. Кейін мен түсініп, өзімнің білімімнің жетіспейтіндігін түсініп, Санжар Керімбайға бардым. Санжар аға, мен мынандай сұрақтарға жауап бере алмаймын. Неге бұлай болып жатыр? Неге біз осындай тығырыққа тірелдік деп? Сол кезде ол кісі айтты, сенің академиялық білімің жоқ, Айнұр деді. Барып оқы, ізден. Қай жақта оқыдыңыз? Мен Мәскеуде оқыдым. Мәскеудегі психоанализ институтының бірінші логотерапия бойынша оқып бітірдім, екінші экзистенциальный психологияның магистратурасын оқып, 3 жыл оқып, жақында ғана қолыма дипломды алып қайттым. Айнұр сосын кейін Қазақстанда бірінші болып мына Omni фитнесті ашты ғой. Содан біраз адамдар жаңағы қызық болды да, өйткені өзің жасамайсың, еріншек әйелдер көп қой. Сол неде болса өздерінің фигурасын түзеу үшін, ол негізі денсаулыққа арналған. Сол барлығын өзі жасап тастады. Шай ішіп кинодағыдай, өмір сүрейік, шай ішіп кинодағыдай, бірге күлейік. Біздің Айнұр шай жақсы көреді. Қайда барса шай берші, қалай болып жатыр біздің шайымыз? Күшті, шай дәмі қандай, иісі қандай. Бұл шай қайдан шыққан білесің ба? Зира ғой, зира. Гүлзираның зирасы. Айтпақшы, өткенде бәрі біледі, мынау шексіздік қой, мына жерде гүлдің орнына шексіздіктің гүлін сап қойдым да, зира деп өзімнің брендім етіп неттім. Бұл жерде 15 түрлі жаңағы керекті шөптерден ит мұрын да бар, бұл жерде зира да бар. Зира енді адам ағзасына өте пайдалы болған екен, қостық. Жаңағы каркаде барлығы бар ғой, шөптердің адамның ағзасына керектің барлығы бар. Детокс шай. Енді осыған набатты қос ішетін болсаңыз, қазіргі таңда көп шайлардың көбісі бояуда. Бояу, қоқым, содан кейін адамның ағзасына өте зиян шайдың барлығы ше. Сол себепті осындай шөптерден құралған адамның ағзасына пайдалы
шай ішсе екен деген оймен жасап шығарған болатынмын. Иә, енді ішіп бағасын беріңіздер сіздер. Тамаша, күшті. Бағасын беріңдер, Мен және негізі бір жасап тоқтатам ба деп ойлаған, бірақ жұрттың сұранысы күннен болып жатқасын, мен қайтадан осыны шай шығарып құйып жатырмын жіберіңіз. қазір. құйып жіберіңіз. Сосын мына сіз маған сыйлаған сыйлықтарыңыз бар ғой, мына шашқа арналған. Осыларды айтып Мен берсеңіз. жаңа айтып салат өттім ғой, әдеші. осы мені өзгерткен Айнұр Асанберді депті. Өйткені жаңағы бір ауыз сөзі, Флаконның өзі қандай әдемі. бір ауыз сөзі, тәте сіз өзіңіз қайдасыз деген кезде, мен өзім қайдамын деп жаңағы Гүлзира Үсенқызы дүкенін аштым. Одан кейін барып осылай өзімнің продукцияларымды, өйткені қазір көп адамдардың шаштары түседі ғой. Сол шаштарын түскен жаңағы азайтып тастайды да, баяулап тастайды. Сонымен жайлап тоқтатады. Сол себепті осы шампунды Бакара иісі. Бұл жерде Бакараның иісі құрамына Әдемі, дизайн әдемі екен. Сәл ғана шығатын етіп жасадық. Бакараның иісі өте әдемі иісі. Бірақ енді менің алдыңғы шампун бұл енді бұның пайдасы 100%-ға ғой, негізінен пайдасы 100%-ға шашты өсіреді, жаңағы түсуін баяулатады. Ал енді бірінші шампуным, бұл да Зира, мына сыртындағы пакеттерінде байқасаңыз, біреуі қара осылай, біреуі жасыл мен өсіп өндеген. Органикалық шампуньдар. Бұл жерден ашып тастау керек негізі. Бұның жаңағы крышкасының жаңағы бір алуы да басқаша да. Бұл не бізде? Мынау не? Бұл да шампунь. Ана Ол да шампунның шампунь, иә? мына шампуньдардың да мысалға сыртының өзі біз 3 ай күттік Ленинградтан ше. Өйткені полиэтиленнен жасалған сыртқы құтысы, өйткені ішіндегі продукция бұзылмау үшін, дұрыс болу үшін бірінші сыртынан басталу керек та. Оны парға қойып қойсаңыз, көп шампундардың сырты еріп кетеді. Зиянды. Мысалға баклажкаға су ішіңіз да, сосын 2 күннен кейін шамайсыз ғой, бұзылып кетеді ғой. Ал енді стеклодан су болатын болса, іше бересіз, сол сияқты ғой. Мынау тура бір стекло сияқты да. Ішіндегі жаңа құрамы бұзылмайды. Окисляция етілмейді. Сол себеп мынау 100%-ға зиянсыз табиғи осылай шампун бұл ше. Ал енді мынау алдында шығарғаным, бұны енді жаңа ашпаппыз. Бұл бар ғой, күшті шампунь. Бұны енді жұрттың бәрі қатты ұнатып, таусылып қалса қай жақтан аламыз деген, ящиктеп коробкалап аламыз дегендер көбейіп жатыр бұны. Мен бұны тоқтатып тастап анау жаңағы 100%-ға пайдалы деп екіншісін шығарғам ғой. Сөйтсем жұрттың барлығы сұраныста мына шампунь болып кетті. Бұл да шампунь, иә? Неге десеңіз, сіз Осының иісі осыны айтқан. үстіңізге дұқ есеппесеңіз болады, өйткені бұл жердегі жағымды иіс ұнамайды деген адам жоқ та. Барлығына иісі қатты ұнады. Сосын кейін ашуының өзі мына жерде ерекше. Түрі де әдемі. Қараңызшы. Мына жерін жай бұрайсыз да, қысасыз болды. Былай ашып жүрмейсіз да. Одан кейін бұл жерде мынау 2-1 дегені бар. Мысалға мынау біреуі жасыл ғой. Мына екіншісін иіскесеңіз Аромат сеппейсің. Да, точно. Мынаны иісін қойшы. Екеуін де өзі. Мынау Самолетте өтеді. шашыңыздан Жоқ. шашыңыздан иісі бір жаңағы не дейді құдай-ау, духи сияқты иіс шығып тұрады да шашыңыздан. Иә, одан кейін әсіресе шаштары, бюро шаштарға жаңағы ұйпаланып бүйтіп кетеді ғой, шаштары жинақы болып тұра қалады да. Мен өзімнің туған құдағиым Әйгерімнің мамасы шашы бұйра ғой. Құдағи деп, енді таусылып қалса мен бұны қайдан табамын деген сияқты. Ең қызығы, менде бір оқырман болды. Сол қайта ұрыс шығарды да, сіздің шампуныңыз жеткен жоқ, шампун қайда деп та. Сөйтіп ол кісі 2 ай күтті. Сол поштамен ұзап кеткен ғой. Енді еще маған астына жазады да комментарийға, шампун алмағандардың барлығы мен WhatsApp-ыма жаздым да, сотқа береміз дейді да. Сөйтіп бір күні шампун жеткен ғой. Сөйтіп маған жазып жіберді, рахмет, Гүлзира әпке, жаңағы орысша ғой еще өзі. Мен осыншалықты күшті болады деп ойлаған жоқпын. Менің күткенімдей бар екен деп жазыпты да. Және де мен жаңағы біреудің голосовойын салғам историяға. Какая-то казашка дейді, осындай продукция шығарады деп ойламаппын. Прям ваннаның ішінде керемет иіс болып кетті. Мен, по-моему, мына құтысын да тастамайын деп жазыпты да. Енді алып көрсін. Және мұның бір құпиясы бар ғой. Бірінші, Гүлзира тәте өзі керемет жаңағы шешімін тапқанда біздің шашымыз неге құрғайды. Енді мен салоным бар ғой, сондықтан айтайын. Өйткені шампуньды бірден жаққан кезде шаш сынғыш болады. Ал тәте бірінші кондиционерді жаққызады. Содан кейін шампуньмен жуады. Бұл өте пайдалы, негізінен бұл лайфхак. Әрдайым бірінші кондиционерді, сосын шампуньді пайдалансаңыз, сынбайды. Әрдайым егер бірінші кондиционерді, масканы жағып, содан кейін шампуньмен жуатын болсаңыздар, шаштарыңыз сынбайды.
оны да Гүлзира тәте күшті ескерген. Иә, мына жерде мына бір деп қойғаны бальзам бұл ше, бір деп қойған шампунь емес. Бірінші Бальзам. осыны жағып емдеп аласыз шашыңызды. Жақсы. Сосын бір 2-3 минуттан кейін, 5 минуттан кейін болса тіптен жақсы. Тамаша. Шампуньмен жуасыз, пока денеңіз жуып болғанша. Шаш Тұрса шашта. сынбайтын болады, ұштанбайтын болады. Берекесін берсін. Бұл лайфхак. Әдемі. Керемет. Ал енді шайдан көріңдер. Ой, Мына жерде рахмет, жаңа айтып жатырмын ғой, 15 түрлі шөптен деп. Осындай пайдалы шай ішейікші, өйткені шай деген бізді бояулар құртып жатыр ғой ағзамыздың барлығын. Иә, мен үшінші шыны шайды ішіп отырмын. Ал тәте құйып қойыңыз. Ал тамаша, Гүлзира ханым көрерменнен сұрақтар келіп жатыр бірінен соң бірі. Енді мынау дұрыс бол, бір жағынан өзіміздің жасап жатқан әрекеттерімізді айтып жатырмыз. Әрине. Жұмыстарымызды, әр адам осылай халыққа пайдалы дүниені аша берсе, керемет. Жаңа айтып жатырмын, Айнұр жаңағы умни фитнес ашты деп та. Иә. Ол көпшілікке ұнайды, өйткені жаңағы лестницаны өзіне көтере алмайтын, денсаулығы жоқ әйелдер көп мысалға. Соның барлығы бірінен кейін бір келіп жатыр мысалға. Ал енді мынау менде денсаулыққа байланысты 100% табиғи деп жатырмын ғой. Бұл да әйтеуір халықтың ағзасына пайдалы дүние болса, өзіміздің Қазақстаннан осылай бір зат болса да осылай дүниелерді қолға алып шығарсақ деген ниетпен шығаратырмыз ғой. Шай ішіп кинодағыдай өмір сүрейік, шай ішіп кинодағыдай бірге күлейік. Ал енді өзіміздің мынау көрермендеріміздің сұрақтарын оқиын. Сүйікті апайларым, мен іздеп көретін шайдың қыздары. Айнұр ханым, сізді көріп қуанып отырмыз. Сіздің күйеуіңіз еркелеткендей ешбір әйелді еркелетпеген шығар. Бірақ адамда арман таусыла ма? Алмаған қандай сыйлығыңыз қалды? Қандай арманыңыз бар депті. Қандай күшті. Айнұр сыйлық алып қана қоймайды, Айнұр өз оқырмандарына сыйлық таратады. Жомарт, ана жүрегің, бұл Айнұрдың жүрегінің аты жүрек емес, жомарт. Мен мысалға көбіне брендовый сумка алмаймын. Тәте, мына сумкаңды ескіріп тасташы деп жаңа сұрап қояды. Соны соған дейін уайымдап жүреді ғой, мен таң қаламын да. Кейде әдемі иіс суларымды сөйтіп жүреді, енді бір қызымдай да. Енді Алла берекетін берсін, сен қаншама адамға нұрын төгіп жүресің ғой, нұрланып жүреді да. Иә, соған қуанамын, сізге халық та біліп жатыр қандай арманыңыз бар дейді. Бұл негізі күйеуінің өзінің арманын орындата алатын әйелдер жоқтың қасы. Оның барлығы сенің өзіңнің болмысың ғой. Мысалға әйел күйеуге еркелей алу керек, өзінің бір ерекше қылықты болу керек ше. Қылықсыз әйел өзінің айтқанын істете алмайды негізі. Знаешь, кімнің бойында өзінің бір әдемі Айнұрға сабаққа барайық, қалай қылықты боламыз? Осын Айнұр сияқты көп оқу керек. Білмеймін, енді ол оқумен келмеген шығар. Біз бір-бірімізді енді ұнатып, жақсы көріп, бір-бірімізді танып, үйлендік қой. Сондықтан бұл жерде мен бір қатты еркелеймін деп те айта алмаймын. Еркелейсің. Өзіме білінбейді. Мүмкін мені күйеуім еркелеткен ол сырттан көрінетін шығар. Әрине мен еркемін. Өйткені өмір еркелетті, Құдай еркелетіп жүр. Енем де еркелетеді. Жалпы екі жақтан да мен бірінші немеремін. Сол жағынан да болған шығар енді. Кішкентайымнан бір еркелеп жүрмін деп өзімді шын айтам ойламаймын. Өздері еркелетеді. Иә, өздері еркелетеді, өздері жақсы көреді. Бірақ Айнұр әке-шешесін еркелетеді. Иә. Әке-шешесінің бар жағдайын істейді ғой. Еркелетіп шетелге жібереді, күнде хабарласып оларға массаж жібереді, үйін жинатуға адам жібереді. Екеуімен көп қалжыңдасам мен. Негізі ата-анаға жақсылық берген сайын, әрине еселеп мысалға жақсылық береді. Көрдің ба, барлығы осыдан өнеге алса екен, үлгі алса екен, ата-ананы қадірлесеңіздер бірінші очередте, иә? Әрине. Сол сізге еселеп Құдай береді ғой. Онсыз болмайды ғой. Ата-анамыз енді біз үшін бәрін жасады ғой. Ол кісілерді еркелетіп, қанша өмір сүреміз өзі, азақ, енді білмеймін, қысқа ғана ғұмырда, жалпы қысқа ғана ғұмырда қайғырмай, бір-бірімізді сыйласып, жақсы көріп, қолымызда болса беріп, бермесек те жылы сөз айтып кетейікші деймін да. Жарайды, сен ешқандай бағалы сыйлық жасамай қой, бірақ бір жылы сөзіңді айтып кетсең, соның өзі кәдімгідей адамдарға күш қуат береді ғой. Ата-анамыз енді ең басты байлығымыз шығар. Мен айтам, мен өте баймын деп, сөйтсем бәрі айтады. Қалай баймын? Мен айтам, өйткені менің ата-анам ең басты байлық ата-ана. Қыздар осы жерде қарсы болмасына мен бір әңгімені осы жерде орай келіп тұрды, айтып жібергім келіп тұр. Өйткені
мені білем мына халық жаңағы Қайраттың анасы ретінде тыңдағысы келетінде білем. Сол үшін де Қайратты бір осы жерде кіргізіп жібергім келіп тұр да. Келсін десең. Бұл жерде адам енді мақтанғысы келеді ғой баласымен да. Бұл жерде мен мақтанғым келіп тұрғаны Қайраттың соншалықты жүрегінің қарапайымдылығы, жүрегінің жаңағы ана, бауыр деп, әке деп сөйтіп бұрып тұратындығы, енді ол бала шағасын қатты жақсы көреді негізі. Бір нәрсе айтып жіберейінші, осы жерде бізде хейтерлар да бар ғой. Гүлзира ханым мақтана береді деп жазатындар бар. Мен айтамын, мақтанатын нәрсең болса мақтан, деймін да? Қайраттай ұлымыз болса бәріміз мақтанатын шығармыз. Қалай мақтанбаймын? Қазақ мақтанады. Баламның соншалықты жылылығын көріп тұрғаннан кейін, жүрегінің сондай нәзіктігін көріп тұрғаннан кейін айтқым келеді да. Өйткені көп балалардан көрмеймін, ата-анаға деген мейірімділікті онша көрмеймін да. Былай көбісі хайп үшін. Біздің Қайраттың қашан хайп жасаған көрдіңіздер, даже инстаграмнан салмайды да ғой мысалға. Мен мақтанып қоямын да, ол салмайды да мақтанып ше. Мен анама бүйттім, сөйттім деп салады ғой, елдер айқайлап салады ғой. Ол еш уақытта салмайды ше. Содан кейін сіз қанша оның мазасын алып, сіз оған ауыр сөз айтсаңыз да, сізге жауап бермейді да, жаңағы алыспайды да, не айтып, сізді жаңағы неге қоймайды да, блокқа да қоймайды, өшірмейді да. Сол қалпы қалай сіз оны жек көрдіңіз, барлығы тұрады. Мен соған таңғаламын. Қайрат, сен өшіріп тасташы, анан сен бүйтіп саған бере жауап отыр. Мама қоя беріңізші дейді да. Мен таңғалып қаламын ғой. Соны айтайын дегенім. Негізі сізге тартқан ғой сол жағы Қайраттың. Сіз өзіңіз де сондайсыз ғой, қоя берші дейсіз ғой. Не ғой, сол мен қатты айтқым келіп тұрғаны Қайрат жайлы. Жаңағы көбісі бізді енді қалай айтсам болады, баламыз екеуміздің ортамызға түсіп көбісі әңгіме айтады ғой. Сен жаңағы қашанғы маминг, жаңа синочек боласың, не болмаса анаң сенің қасынан қалмайды екен, тойға барған кезде неге жағаласып қасында жүр деп жатады ғой. Енді сіз продюсер болғасын, өнер адамы болғасын, көбіне бірге шығарып қалады да. Сол кезде де басым бәлеге қапшады. Бірақ менің жаңағы мақтанғым деп тұрып жатқаны, мысалға Қайрат осы уақытқа дейін мысалға өзінің нәпақасына маған бөліп тұрады ғой, дұрыс па? Сол жағында сен ақшасын біткен шығарсың деп жатады да енді. Мен айтамын, мен бұрын базарға шықтым деймін да, базарға шықтым. Сосын барлығын тастап, мен өзім көп әйелдермен араласамын ғой, Шымкентте де барлығы бір ресторанның хозяйкасы да. Мен сөйтіп өзіме ресторан, отель салып алуыма болатын еді. Бірақ мен өмірімнің барлығын осы балдарымды жаңағы орнына қойсам, мен де жаман болмаймын ғой деп солай ойладым да, бүкіл жаңағы өзімнің қолымнан келген балама арнадым ғой. Енді мен бәрін тастап, қайтадан базарға шығып кетпеймін ғой, дұрыс па? Өйткені мен бұған 20 жыл өмірімді арнадым. Балаңыздың арманының жүзеге асыруына арнадыңыз ғой. Мысалға Қайрат, мама болды енді, сіз жаңағы балдарыңызда өсті, енді өзіңіз қараңыз деп, өзі бөлек шығып кетсе де болады, бірақ менің қас-қабағыма қарап, жаңағы менің айтқанды орындап жүруінің өзі оның тектілігі деп ойлаймын да. Және ең бірінші айтатыным, мысалға Қайрат осылай анасына бөліп тұрмаса, ата-анасын тыңдамаса, бауырларына кішіпейіл болмаса, Алла одан бәрін бір-ақ секунд алып қойды. Дұрыс айтасыз. Өйткені сен оған таңнан кешке дұға жасайсың. Мысалға мен жаңағы ұшты ма, қонды ма, тойға барды ма, сыртынан бәрін қадағалап отырамын, балама білдірмей қадағалап отырамын да. Сол кезде сен аналық жүрегіңмен соның аман есен ұшып келуін, жүрегің үрпілдеп отырып, тілеп отырасың да. Ал білесің ба, бір неде айтылған ғой, хан өзінің үстіне жаңағы сауыттарын киіп келеді, ылғи да, кимей жүреді дейді да, соғысқан кезде. Сосын бір күні сауытын киіп келген кезде сұрақ қояды ғой, сіз сауыт кимеуші едіңіз ғой, неге киіп келдіңіз дегенде, енді менің анам жоқ деген екен да. Сонда бұрын анасының дұғасы оған жаңағы қалқан болып тұрған, қорғап тұрған екен. Сол сияқты ананың дұғасы әрі қашанда балдарға қалқан мысалға. Ол бір-ақ сәтте, мысалға 20 жыл ұстап тұру өнерде жаңағы мега жұлдыз болып, жаңағы легенда деп жатыр мысалға елдер, номер 1 де тұр, осының барлығын 20 жыл ұстап тұру мүмкін емес. Мысалға бір хитпен көбісі отырып қалады да, сосын сол хитпен ғана жүре береді да. А бізде жыл сайын қаншама хит әндер, Қайратта болмағанда қазір 250 ән хит болған шығар. Сол жұмыс жасап атуы, осының бәрі хит болуы, халықтың тыңдауы, барлығы осы ананың дұғасымен келеді деген ойдамын да. Сол үшін мінекей Айнұрға да таңғалып атқаным, жаңағы ата-анасының дұғасымен, оларды еркелетумен келіп жатқан қаншама байлық мысалға. Айнұрда қазір барлығы бар, бәрі жетеді. Өзіне алам дегендерін бәрін алады. Есентайға барып, Есентайдың бәрін сатып аламын десе де болады ше. Оның барлығы сол ата-анасының дұғасымен. Сол үшін көп мына оқырмандарыма, көрермендеріме айтатындарым,
ана мен баланың ортасына түспесе екен. Әрине. Неге сіз бүйтіп жатырсыз, балаңыздың арқасында ғой деген сияқты. Адамның күні адаммен мысалға өмірге алып келдік, солар деп жұмыс жасадық мысалға. Неге мен баламның жаңағы нығметін көрмеске. Жемісін Мен айттым, неге бір күні көрмесе? ашуландым да, маған оқырмандарым барлығы өстіп жатыр. Қайратты өзіңмен өзің болшы балам деп қоя салам ау деп едім. Тәте неге олай етпес деп Айнұр маған ұрысты. Неге деп едім, сіз соған қызмет жасадыңыз ғой, сіз ол еңбегіңіз деді. Сіз өмір бақи жаңа процент алуға тиіссіз деді. Сосын ойлап қалдым, мен неге жеңілуім керек? Шынымен де ғой деп. Дәл қазіргі уақытта көптеген аналар айтады, менің бала шағама әкесі алимент бермейді деп. Мен айтам, егер ертең әкесі балаңызға алимент беретін болса, әкесі қартайғаннан кейін баласы алимент төлеу керек заң бойынша. Сондықтан Гүлзира тәте, сіз балаңызды осындай деңгейге жеткіздіңіз, демек сіз де оның жемісін көруге толық заңды түрде құқығыңыз бар. Так что ешкім тыңдамайды. Ана ретінде де, продюсер ретінде де. Ана ретінде де, продюсер ретінде. Негізінен енді Қайрат там анасын тастап кететін бала емес қой, бірақ бұл кісінің ішінде өзінде бір андай мүмкін менікі дұрыс емес шығар. Мүмкін шынымен мен баламды жіберуім керек шығар деген сияқты ой болды да тәтеге. Мен айтам, жоқ, сіз моральдық тұрғыдан да, заңдық тұрғыдан да тәте толық құқығыңыз бар деп соны талқылағанбыз ғой тәтемен. Осы тұста айтып кетейік, ата-анасы бар адамдардың негізі басында көрінбейтін тәж бар дейді. Әрине. Сондықтан да балаңыздың тәжі ұзағынан болсын. 120 жасаңыз, Алла Біз қаласа. Қайратпен мақтанамыз. Арман не болды? Қалды ма арман, қалмады ма? Арман көп қой. Енді шын айтан, ол материалдық емес дәл қазіргі уақытта, ол керісінше менің өзімнің ішкі құндылықтарым, айналамдағы достарым, ата-анам, енем, жолдасым, отбасым осылай кете береді. Өйткені армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді. Енді дәл қазір уақытта мен де Гүлзира тәтеге өзім ақыл айтсам да, Гүлзира тәте сияқты қазір балаларымды ойлайтын болыппын. Мен қандай әже болам, мен қандай апа болам, Қандай ене болам. қандай ене болам. Жаңағы сиырға туған күн бұзауға да туады деп ақыл айтуға бәріміз ұстазбыз ғой. Бірақ әнеуін ойлап қоймын. Алға жан салмаймыз дейші. Гүлзира тәте болып келе жатырмын. Өзімді ойламаймын. Керісінше балаларым үшін, балаларым қандай болады екен деп кейде өзім ұстап қоямын. Ой, болмайды, олардың өздерінің арманы бар, Айнұр сен. Ол жаққа араласпа деп. Ұрпағымыз біздің өміріміздің жалғасы ғой. Қарамай кету мүмкін емес. Арманым балаларым өзінің бақытын тапса екен деймін. Енді әрине біз күнде бақытты болып жүрмейміз, ол мүмкін емес. Өмір болғаннан кейін бақыт ол сәттер. Сондай сәттері көбірек болса екен деймін балаларымның. Мақсаттар орындалса екен деймін. Әрқайсының әрқайсында бір қиял деп. Солар үшін дұғадамын. Солар бір әдемі немерелер сыйласа екен деймін. Өздерінің жұбын тапса екен деймін. Мен де бір той жасасам екен деймін. Осындай армандар кете береді. Құдайға шүкір, арман жетеді. Шай ішіп кинодағыдай, өмір сүрейік. Шай ішіп кинодағыдай, бірге күлейік. Ал Айнұр, біз ылғи келген қонақтарға гүл беретінбіз ғой. Осы жолы саған жақсылап бір дем алсыншы деп, мына спа Софиядан массаж алып, жаңағы бүкіл жаңағы ендік нелерін алып, осы жерге бір дем алсыншы деп, саған осындай сертификат беріп жатырмын. Кез келген күні хабарласып, барсаң болады, қыздар күтеді. Сұрап бүгін кешке дейін ғана деп қойсақ. Бүгін баруым керек. Және қасыңа үшеуміз ап бару керек. Төртеумізге бірге барып шай жалғастырайық. Ол жерде ойды тынып тұрып, адам бір өзі дем алатын жер ол жерде. Да, супер, қандай күшті. Барам. Өзің жақсы көресің ғой сондай. Массаж алып. Иә, Құдайға шүкір. Ал енді қорытындылаймыз ба бүгінгі шайымызды? Негізі отыра бергіміз-ақ кеп тұр. Тамаша әңгіме болды. Негізі бүгін Айнұрмен ерекше болды, Әдемі. Енді кейде бір бір сұхбаттан кейін бірдеңе жетпей қалды, халыққа беретініміз болмай қалған сияқты деген сияқты бір ой келеді да. Бүгін мен әрбір сұхбатта ойлап қайтамын, халыққа осы жерде не бердік, қандай құнды нәрсе бердік деген сияқты да. Бос жолы көп құнды дүниелер шыққан сияқты, әңгімелеріміздің барлығы өте бір ойымнан шықты, шын айтқанда. Өзім жақсы көріп тыңдайтын болғаннан кейін ба жоқ. Мен өйтіп ойламаймын, өйткені халықтың бәрі қазір сені көп тыңдайды, жақсы көреді. Өйткені сенің игі істерің өте көп. Әрбір жаңа жасап жатқан дүниелердің барлығы ақылмен. Сол себепті мен үшін бүгін қатты ұнады. Саған енді алғысым шексіз. Бәріміз махаббатпен қарап тұрмыз, Айнұрға. Жақсы көреміз. Одан сайын жақсы көрген. Рахмет. Үлкен рахмет, қонағымыз болып, уақыт бөліп,
Айнұрдың да кестесін, күн тізбесін білеміз. Күн тізбесі толып тұр. Құдайға Сағат-сағатқа шүкір. бөлініп тұр. Құдайға шүкір. Қазір асығыс болса да өзінің подкастына да қонақ күтіп отырса да бізге уақыт бөліп осындай білерімен бөліскеніне, білгенімен бөліскеніне рахмет. Рахмет қыздар. Сізден әлі аларымыз көп, әлі үйренеріміз көп деп топшыладым. Шын айтқанда, сіз әлі ашылып, әлі де айтатын көрерменге береріңіз шынымен де молынан екен. Құдай қаласа, соның бәрімен бөлісе беріңіз. Рахмет. Негізі шай басында әңгіме аяқталмайды ғой. Иә. Кете береді, әдемі кете Біз береді. таңға дейін отырамыз ғой, мына Зира шайменен, сіздердің сұрақтарыңызбен, оның арасында көрерменіміз, оқырманымыз ол қосылды, иә. Таңға дейін шай ішуге болады. Бірақ әрине уақыт тапшы, Зира шайын алыңыздар, ішіңіздер, сондай керемет. Иісі де, дәмі де 15 түрлі шөптен жасалған. Шын айтқан кезде мен өзімде Гүлзира тәтеден титтай болса да қасында жүрсем де айтам, сіздің жақсылығыңыз жұғысты бола берсін тәте. Әрбір қыз келіншекке сіздің береріңіз мол. Біз сізді жақсы көреміз, сыйлаймыз, қайратпен мақтанамыз. Сіздердің отбасыларыңыз бұл бізге үлгі. Оның бәрін әрине ұйытып отырған отанасы өзіңіз. Рахмет сізге. Моля, саған рахмет. Осылай шақырып, екеуміздің күлкіміз жер жарады енді. Екеуміздің басымыз қосылса болды. Ана тойда отырған 200 адам 2 тал мөлдірмен Айнұрдың дауысы шығып тұрады. Телеге алып кетеміз. Солай өміріміз көңілді бола берсін. Әмин. Бұл өмір қып-қысқа, қамшының сабындай ғана. Осы кезеңде күліп ойнап жүргенге не жетсін. Фариза, саған рахмет. Шайдың қыздарына сәттілік. Керемет подкаст. Өміріміз шайдей жайлы, ыңғайлы, тәтті болсын. Шай ішің жаның жай табады дей ма? Сол сияқты мінекей шайдың қыздарының подкастын тыңдай жүріңіздер. Ішінен жаңағы өздеріңізге керекті сондай керемет, түйіні бар, құнды жаңағы әңгімелеріміздің куәгері болып, содан бір кішкене болса да өздеріңізге түйіп жүріңіздер. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше қош Аман сау болыңыздар. Шай кинодағыдай өмір сүрейік, шай ішіп кинодағыдай бірге күлейік. Шайға кел, шайға кел.